Selamsыздар ма оқушылар? Бүгінгі көңілдеріңіз қалай болды? Жақсы. Өте жақсы. Сабақты бүгін бастаймыз. Сабақта кім жоқ? Бекіш жоқ. Бекіш жоқ. Шынағыда? Болды. Болды. Жақсы. Балдар, қазір мына жерден қағаз таңдаймыз, мозаика қағазын. Сол қағазды таңдап аламыз. Келе қойыңдар. Топтарға бөлінеміз. Ортаға мозаика қойыңыз. Сұйық болып қолымыздағы қағазымызды әкеліп бірінші партаға қоямыз, құрастырамыз ортаға. Сұйық болса. Жақсы, қазір платформа арқылы орындаймыз. Әр топтан бір оқушы келе қойып, орындарын алып, сәйкестендіреміз. Келе қой, кел. Келесі топта Алмас кел. Мына топта Алима келе қой. Сәйкестендіреміз. Құрау, қайсыған кіреді? Физикалық. Молодец. Келесі. Найзағай. Молодец. Келе қой. Нұрман. Физикалық. Молодец. Жарайсыңдар. Оттың шашуы қайсыған кіреді? Екі оқушы келе қойын тағда? Химиялық. Жарайсыңдар. Сәйкестендір ғой. Мұны бургер дейді. Қайсыған кіреді? Химиялыққа. Ал мұны от жануы физикалық. Қарап көрейік тексереміз. Жапырақтың шіруі физикалық. Жоқ, шіру. Химиялыққа кіреді. Оттың жануы физикалық. Химиялыққа кіреді. Балдар, бургер химиялық, жарайсыңдар. Шіру, жапырақты химиялық. Лампының жануы химиялық. Енді тексеріп көрейік. Тексереміз. Өте дұрыс. Тамаша, керемет. Мына жерде дұрыс сәйкес келмей қалған сияқты. Әне, дұрыс еді, молодец. Керемет. Келесі тапсырманы орындаймыз. Біздер бүгінгі сабағымызда қазір сендерге көрсетемін. Мына видеороликке қараңыз. Заттар табиғатта үш негізгі активті кезең: қатты, сұйық және газ тәрізді. Бұл күйлер бір заттың температура мен қысымға байланысты өзгеретін физикалық түрлері болып табылады. Әр агрегаттық күй бөлшектердің, атомдар мен молекулалардың орналасуы мен қозғалысына қарай ерекшеленеді. Оны бөлшектердің кинетикалық теориясы түсіндіреді. Қатты күйдегі бөлшектер бір-біріне өте тығыз орналасады және белгілі бір реттілік сақталады. Олар өз орындарынан қозғалмайды, тек тербелмелі қозғалыс жасайды. Сондықтан қатты денелердің пішіні мен көлемі тұрақты, олар оңай сырылмайды және мықты байланысқа ие. Қатты денелерге мұз, металл, тұз, ағаш сияқты заттарды жатқызуға болады. Сұйық күйдегі бөлшектер бір-біріне жақын орналасқанымен ретсіз орналасады және бір-бірінің жағынан сырғып қозғалады. Осыған байланысты сұйықтардың көлемі тұрақты болғанымен пішіні ыдысқа байланысты өзгереді. Тартылыс күші қатты күйге қарағанда әлсіздеу, бірақ бар. Сұйық заттарға су, сынап, сүт, бензин сияқты заттар жатады. Сұйықтар аққыш келеді және ыдыстың пішінін қабылдайды. Газ күйінде бөлшектер бір-бірінен алшақ орналасады және ретсіз әрі өте жылдам қозғалады. Газдардың пішіні де көлемі де тұрақты емес. Олар өздері орналасқан ыдыстың көлемін толық алып, пішіні де соған қарай
өзгерген. Газдар жеңіл сығылады, себебі бөлшектердің ара қашықтығы үлкен және тартылыс күші өте әлсіз. Газдарға ауа, сутек, оттек, көмір қышқыл газы сияқты заттар жатады. Агрегаттық күйлердің айырмашылығы бөлшектердің орналасуы мен қозғалысында. Қатты күйде бөлшектер тығыз әрі іректелген, сұйықта жақын бірақ еркін сырғиды, ал газда бір-бірінен алыс орналасып, ретсіз қозғалады. Температура мен қысым өзгерген жағдайда зат бір агрегаттық күйден екіншісіне өте алады. Мысалы, мұз қыздырылғанда сұйық суға айналады, ал одан әрі қыздырғанда буға, яғни газға айналады. Температура төмендегенде сұйықтық бөлшек өз энергиясын жоғалтады, өз арады. Заттар табиғатта үшін мына біздің видеомызда не ұқтыңыздар? Не заттар айтып отыр? Заттардың қатты, сұйық, газ күйін айтып отыр. Демек, бүгінгі тақырыбымыз біздердің дәптер кітаптарымызды ашамыз. Заттардың агрегаттық күйі. Бүгінгі тақырыбымыз жазылды. Заттардың агрегаттық күйі. 28-ші бетті ашыңдар кітаптың. Заттардың агрегаттық күйі. Мына видеомызда балдар не айтылып жатыр? Заттардың агрегаттық күйіне жайлы не айтты? Бұл неден видеодан не ұқтыңыздар? Айта қойыңдар? Сұйық. Яғни сұйық заттардың молекулалары қалай орналасқан дейді? Сұйық заттардың молекулалары қалай орналасқан? Міне бері қараймыз. Мынау молекула дейік, иә? Жоқ, қатты. Сұйық заттың молекуласы міне бір-біріменен қозғалмалы орналасқан, яғни бір ыдыстан екінші ыдысқа осылай құйылады екен. Енді мына молекула қандай орналасқан? Мынау қандай молекула деп ойлайсыңдар? Қатты, дұрыс айтасың, ара қашықтығы бір-бірімен өте тығыз орналасқан қатты заттың молекуласы болып келеді екен. Ал мынау зат не қандай деп ойлайсыңдар? Газдар, яғни ара қашықтығы өзінен бірнеше есе үлкен болады. Яғни ауаны айтсақ болады қатты. Ал мына қатты затқа мысалы не затты айттық жаңа? Ағашты, сосын темір, өте дұрыс. Ал сұйық затқа су, яғни бір-бірімен қозғалмалы екінші ыдысқа осылай құйылып барады екен, өте жақсы балдар. Бүгінгі тақырыбымыз заттардың агрегаттық күйі. Енді сендер қазір сұйық тобы, қатты тобы, газ тобы, осы топтарға байланысты, өз топтарымызға байланысты постер жазамыз. Яғни қатты заттың молекуласы қалай болады, сұйық заттар қалай болады, газ заттар қалай болады, соны жазамыз. Жаза қойда дәптерлерімді ашып, тірек сөздерді дәптерлеріңізге көшіріп жазасыңдар. Дәптерлерге орындаймыз. Әр топтан топ басшы сайлаймыз. Топ басшы сол оқушыны бағалап барасыздар, бағалау парағы. Топ басшыны бағалау парағымен қатысып отқан оқушылардың тізімін жазамыз. Кім жазатса де топ басшы, әркім өзі топ басшы сайлай қойсын. Жауап берген ұпайларын плюс қылып белгілеп отырамыз. Одан кейін балдар, сіздерге міне қандай молекулалар берем, сол молекулаларды мысалы топтардың атына қарай құрастыра қойыңдар. Қатты топ. Екі оқушы құрастырған, қалған үшеуін дайындаламыз. Сендер қатты сұйық тобы, сұйықты белгілейміз. Газдарында, газ болмасын кетіреміз. Оған жасаймыз. Жоқ, алмасын. Екі оқушы жасасын, қалғандары жақын сіздер жазсын. Мен жасасын. Сендер сұйық, міне сұйық. Одан ona екі түрді молекуладан жасаймыз, қатысып отқандар біздер. Балдар міне қолдана. Сіз алмайды.
Mine жақында болды міне аралар. Міне осындайларға жақында тұрсайшы. Дайын оқушылар бар ма? Қорғайтын дайын оқушылар. Дайын болып па? Сұйықтық ол өздері бір-біріне тығыз орналасқан, бір-біріне жақын, оларға жататын сұйық затқа су және сүт, газды сусындар жатады. Олар өз көлемін сақтай алады. Осын бір стаканнан екінші стаканға тез құйылады. Осын Формасы көрсете, жасаған формамыз көрсете ғой. Но қандай форма? Сұйық заттың молекуласы, яғни бір-біріне қозғалмалы орналасады екен. Жарайсыңдар. Толықтырамыз ба келесі топтар? Бірінші топтың келесі тыңдайын. Топ дайын. Молекулалары бір-біріне жақын орналасқан молекулалар арасындағы арақашықтық молекулалардың өлшемдері бірдей. Атомдар бір-біріне берік орналасқан. Мынау қандай заттың молекуласы? Қатты заттың молекуласы, яғни ара қашықтығы бір-біріне өте тығыз орналасқан, сондықтан олар қатты болады деп. Жарайсыңдар. Келесі толықтырамыз ба? Екінші топ. Айта қойыңдар, үшінші топ. Газ молекулаларының арақашықтығы олардың өз өлшемдерінен әлдеқайда үлкен болады. Бұлар бір-біріне тартылмайды және сұйықтардың молекулаларының сияқты емін-еркін ретсіз қозғалады. Келесі тапсырманы орындаймыз. Отыра қойыңдар. Жарайсыңдар, өте жақсы. Әр топ өзінің тақырыптарын түсіндік қой, топтарына байланысты қорғап жатқан постерларымыз өте жақсы, керемет. Жарайсыңдар. Енді келесі дәптерлерімізді ашамыз, балдар. Дәптерлерімізді ашамыз. Жеке жұмыс тапсырмасын орындаймыз. Бер қараймыз, балдар. Міне бүгінгі тақырыбымыз қатты сұйық газ, дәптерге 3 кесте сызып аламыз. Жеке-жеке. Мына жерге шығарып қоямын. Оттек, мұз. Әрқайсына бөлек жазамыз. Оттек қайсыған кіреді? Апай шықсақ болма? Оттек, газ тәрізді. Міне, осындай қылып, барлығын сәйкестендіріп, кестеге 3 кесте сызып алыңдар, дәптерге темір, міне жазып қоямын. Барлығын өздерің бөліп жазасыңдар. Түсінікті ғой, жаза қойыңдар. Орындаймыз, тез етеміз балдар. Дайын оқушы енді сәйкестендіріп кете берсе болады. Топ басшы сосын шыққан оқушыны ұпайын жазып отырамыз, кім дұрыс айтты. Топ басшылар байқалып тұрды. Болдық па? Тез балдар. Мұз қайсыдан кіреді? Тез, оңай жасырма. Мына топтан, Ильяс келіп шық. Мына топтан, Апой, кім, Жандарбек, келші. Келе ғой. Мына топтан, келе ғой. Үшінші топ қойды. Бірі-бірден сәйкестеніп кете ғой. Жарайсың, өте жақсы. Келе ғой. Өте жақсы. Келесі су бұлы. Келе ғой, кім шығады? Газ. Қазір бұл. Ажандар не түсініктен баса ғой? Қараймыз. Дұрыс ба? Дұрыс екен. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Келесі тапсырманы орындаймыз. Балдар, қолдарына мынандай ортаға қағаз бердім.
мынандай қағаз бердім. Бері қараймыз. Қатты, сұйық, газ. Осы үш заттың молекулаларының құрылысы бір-бірімен қандай болады? Қатты зат дегенімізден, сұйық зат дегенімізден, газ зат дегенімізден. Осы кестені барлығымыз жеке-жеке тапсырма дәптерге орындаймыз. Баға қоямын. Орындаймыз. Қатты сұйық газ ба? Иә, қатты, сұйық, газ. Мына жерге экранға шығарып қоямын. Қағаздан қойып жесе, осы жерден қарап орындай беріңіз. Соламыз қоқи? Келесі. Суретті сөйлет. Яғни, міне, үш зат берілген, осы үш затқа анықтама жазып кетеміз. Қандай болады? Қатты зат қандай болады? Газ зат қандай болады? Сұйық зат қандай болады? Осы үш суретті сөйлетеміз. Суретті сөйлет дейді, міне. Бастаймыз. Апа, біріншісі қатты. Дәптерге орындайық па? Естімейді, балдырқара. Үш суретке әрқайсына бір-бір ұпайдан қосып барасыздар, бағалап қарамын. Біреуіне жауап берсеңіз бір ұпай, екеуіне жауап берсеңіз екіншісіне 2 ұпай болады, үшіншісіне жауап берсеңіз 3 ұпай болады. Атын жазып. Атын жазып қандай болады? Суретті сөйлет дейді ғой, сөйлейсіңдер. Қысқа қылып, суретті сөйлетеміз. Өте жақсы, керемет. Енді қазір екінші тапсырманы орындаймыз. Мына кімге болмасқа 3 ұпай қоясыз. Өте жақсы. Болғаннан қоша қол көтереміз. Үші. Олықтан. Қысқа жүрде қолдар. Сұйық, өте жақсы, қатты. Жаңа тапсырма, бірінші тапсырма. Мамана қойды. Сұйық, қатты, жақсы. Өте жақсы балдар. Енді тапсырманы орындап болдық қой, кішкене шаршадық па? Қазір бір 2 минутқа сергіп аламыз. Мына жерде қазір видеоролик көрсетемін. Қимылдармен әрекетті қайталаймыз, Бастар. Дайындаламыз.
Lastıramiz. Qaytalaymiz. Yarım lastıramiz. Lastıramiz. O'ta yaxshi tomosha. Davolda. Lastıramiz. O'shada shartamiz. Shartamiz. Kerak. Qiynalamiz, buraymiz. Жарайсыздар, келмей. Соңғы келсең. Соғамыз, екі қолмен. Нұқас. Шапалақтаймыз. Енді келесі тапсырманы орындаймыз. Кішкене сертіп алдық қоя. Енді орт бол арқылы тапсырма орындаймыз. Енді бұны да жеке тапсырма дәптерге орындаймыз. Яғни қазір біздер орт бол тапсырмасы платформасы арқылы орындаймыз. Яғни мына жерде сәйкестендіру ең қиын балқитын металл. Сынап. Барлығымыз дәптерге жазып кетеміз. Ең қиын балқитын металл жазамыз, сынап. Ең оңай балқитын металл. Осындай қылып, сәйкестендіріп дәптерге орындаймыз. Тексерем болды. Не жеке-жеке орындаймыз болды. Қалған тапсырмалардың барлығы жеке орындайтын тапсырмалар. Жазып, жанына жауабын жазып кетеміз. Болғасын сосын ең соңына сәйкестігін қараймыз. Барлығыңызға көрініп тұр ғой, экран? Болған оқушылар ма? Қол көтерейік. Болған оқушылар қол көтерейік. Ең қиын балқитын металл. Сынап беріп, ең оңай балқитын металл. Қайсы? Ең оңай балқитын металл. Вольфрам. Молекулалар тез қозғалып, оңай сығылады. Қайсында? Молекулалар тез қозғалып, оңай сығылады дейді. Қайсы? Газдар оңай сығылады дейді. Газдың сұйыққа өту процесі. Газдың сұйыққа өту процесі. Алдар 32-ші бетті ашып қойыңдар, кітаптың алдарындағы 32-ші бетті ашыңдар. Болдық па? Болған оқушы қол көтеріңдерші. Болған оқушы қол көтере қояйық. Сұйық пен газға ортақ қасиет. Сұйық пен газға ортақ қасиет. Қайсы? Молекуля. Жоқ, молекулалар емес. Конденсация ма? Конденсация деген ол газдың сұйыққа өту процесі. Газдың сұйыққа өту процесі. Қандай? Ең оңай балқитын сынап, сыртар. Оңай газдар.
Itu prosesi kondensasi, katı kekin sütü geçirdiğin balığı, satılıyor mu? Bu çıkmalı kovar, sütün de sat. Жарайсың, өте жақсы. Кім тағы да? Тағы да кім? Топ жетекшісі бағалап отырамыз, иә? Молекулар конденсация. Өте жақсы. Керемет, тамаша. Тағы кім? Үшінші газдардау болдық па? Газдардау болдық па? Қайта қайда болсында? Так, кім болды? Болсаңыз, қай жерін ең соңғы сұйық пен газға ортақ қасиет. Өте жақсы керемет. Следующий балл. Тағы болды. Пульт промбы. Конденсация. Молодец. Керемет. Сен шық сосын шағы, шағы. Орнына біріншіден қып қой. Қалғандары орындай алмадырғандар сәйкестендіріп қараймыз. Аяқыма. Келесі кім орындайды? Келе ғой. Кеп, қайсы? Заттардың ең ұсақ бөлшегі. Кеп. Қой жүрді. Балдар қарам, мына жерде қате қойылғасы міне істер әртүрлі шықтым. Аха, ауыстыра ғой, келін. Келін, ауыстыра ғой, қате болып тұр әшелер. Кім дұрыстайды? Қатені кім дұрыстайды? Келін ғой. Келін ғой. Terus molecular. Terus lanjutkan kan sudah harus siap. Қатты заттың сұйық балқума дұрыс па? Ал мына жерде не? Ең оңай балқитын металл вольфрам ба? Жоқ. Мен жақын қоятын кезде тауына алып соны қоя салдым. Сынап қойды. Сынап қояды. Болды ма? Тексереміз ба? Дұрыс. Өте жақсы. Дұрыс екен балдар. Жақсы. Енді сендердің алдарына мынандай нысананы толтырып қағазын бердім, иә? Яғни нысана әдісі арқылы қол алдымызда тұрған, ортада тұрған қағазымызға әркім өзінің, мысалы 8-9 ұпай болса, соған мен белгі болып кетеміз, артымызды жазып кетеміз. 8-9, одан кейін 10-7-6, яғни сондай арқылы неге думалақтың ішіне өзіміздің аттарымызды жазып кетеміз. Яғни қандай бүгінгі сабақта жетіндік па, бетік па, мен сол арқылы кері байланысты біліп отырамын. Бірінші тапсырманы. 8-9-ға мен түсіндім, аттарын жазып кетіңдер.
алға жетіге жазып кетеміз. Мен сол арқылы сендердің сабақта түсінген түсінбегендерді кері байланыс арқылы біліп отырамын. Жаза қойды балдар кері байланысқа. Оқушылар сабағымыз аяқталды. Сендерге кері байланыс аламын. Кері байланыстан нысана әдісі арқылы, яғни нысананың ішін өзіміздің атымызды жазып кетеміз. Түсінген болсаңыздар, сары түске атымызды, түсінбедім қызыл түске, көк түске де өздеріңіздің түсінбеген болсаңыздар аттарыңызды жазып кетесіздер, иә? Сендердің бүгінгі сабақтан алған кері байланыстарыңызды біліп отырайын. Түсіндік қой, иә? Орталарына қағаз берілді, сол қағазға аттарыңызды жаза қойып. Болды. Жазып беріңдер ме? Жақсы, бағалау парағын беріп ойдар. Бағалау парағында әкел. Кімнің оқушы қандай бағалғанын айтып жіберейін. Келесі, бағалау парағын беріп ойдар. Жақсы, бағдар. Бағаларында бүгінгі сабақтан алған ұпайларымды айтып жіберейін. Жақсы, өте жақсы. Алима, бүгінгі сабақта 9 ұпай, өте жақсы, керемет. Бекзат, Нұртас, Бағдагүл 9 ұпай, Гүлбану 9 ұпай, Ильяс, молодец 9 ұпай. Өте жақсы, Сұйық тобы, өте жақсы қатысты бүгінгі сабақта. Екінші, Бағила, Аружан, Дидар, Нұрай, Жандарбек. Сендер ғой, ә? Енді Бағила бізде 9 ұпай, Аружан 9 ұпай, Дидар 6 ұпай, Нұрай 7 ұпай, Жандарбек 2 ұпай алған. Жандарбек не болды? Келесі, газ тобы қараймыз. Адемай 6, Диана 6, Батыржан 3, Алмас 8 ұпай екен. Өте жақсы балдар, керемет, иә? Бүгінгі ұпайларыңызды білдіңіздер. Сабақта қатысқандарыңыз үшін рахмет. Дайындалып келеміз. Қош, сау болыңыздар.